кетіп бара жатса номер деп номерін сұрап жатыр екен да Нихабардың. Не істейсің оны десе бүйтіп көрсетіп жатыр дейді ана. В общем жоқ сүйгеннен кейін болды ғой негізі ақша төлемейді ғой. Иә? Білмеймін, Нихабар беріп қойды ақша. Құрметті админ анонын көрермендері, тыңдармандары, мен сіздерге Қазақ Білезік компаниясының акциялар жайлы айтқым кеп тұр. Егер сіз Қазақ Білезік компаниясынан 2 бұйымға тапсырыс берсеңіз, 1 бұйым 50% жеңілдікпен беріледі. Ал егер 3 бұйымға тапсырыс берсеңіз, біреуі тегін. Алтын сатып алғандарға тағы бір алтын сыйлыққа жүреді. Дәл қазір мүмкіндік болмаса, уайымдамаңыз, бөліп төлеу қарастырылған. 585 таза алтын мен 925 күміс қолданылады. Сапасы жоғары, жеткізу тегін. Айтпақшы, админ анон шыққан соң Нұрмаханның атынан деп жазсаңыздар, алғашқы 10 адамға жеңілдік қарастырылған. Сілтемені осы видеоның астындағы описаниеде қалдырдым. Асығыңыздар. Баршаға сәлем, бұл Нұрмахан Мұханұлы YouTube каналы, админ анон лайв подкасты. Келгендеріңе көп рахмет. Көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі админ анон қонақтарын шақырайын. Ату құрамасы, сыныптастар, как будто entertainment, Медет және Манас. Ал, ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Ал, рабочий сторона деген сондай нелер бар ма? Ондай жоқ. Ондай жоқ. Микрофонмен жұмыс істей аласыңдар. Сақыланып жүрсіңдер. Менің есім Манас, жасым 23-те дейтін ғой. Дәл салы. Сен де шықтың, өткенде байқап қалдым. Бір рет стендапер болып кетейін. Сәлем деп бастады. Не туралы айттың сен? Тойда тілек айтатын қыздар туралы айтып, өртеніп. Өтпей қалды ма сонда? Жоқ, өтті, средний болды. Енді бірінші рет үлкен стендапта болғаннан кейін ар жақта профессионалдармен бірге еще өте қиын екен. Бірінші негізі жақсылап дайындалып, біраз стендап қарап. Жоқ, шықсайшы, біз мына леп клапты сол үшін ашып қойдық. Келсей бізге деп қояды. Біз жаққа тартылсайшы. Не Астанада не істеп жүрсің деп. Болды, берді. Осы сияқтамыз. Әйтеуір қазақтарды қолдаймыз. Қолдау үшін келдік қой. Ал, мына сенікі қалай болды стендапың? Мен стендапқа осыдан бір жарты жыл бұрын, осы қаз стендап енді жанданып атқан кезде проверкілеріне келіп жүретін. Одан кейін жұмыстар, шаруалар көбейіп кетіп, шықпай кеттім. Менді бұйыртса алдында 1-2 рет келгем. Қайттан қызығушылық оянып. Тағы қандай сөз қошы? Кейбір сөздерді ұмыт қалады өзі. Айтып тұрмаса. Ау? Деп. Не жаңалық қазір, не істеп жатсыңдар? Жаңа короткий метр шықты, айтпақшы, жақын арада осыдан бір апта болды ма? Ровно бір апта бұрын Турцияда 1 ай бойы өз қаражатымызға кәдімгідей өзіміз сценарийін жазып барып 1 ай болды ма сонда? 1 ай түсірдік. Түсіргенде енді бастапқы 1 апта 10 күндей локация қарадық, жақсылап актерларды, сол жақтан операторлар, камера іздедік. Сондайға кетті 1 апта уақыт 10 күндей. Одан кейін 1 апта 10 күндей сценарийін жаздық. Одан кейін ары қарай тағы 1 апта 10 күндей түсірдік. 1 аптада 7 күн негізі. 7-10 күннің аралығында да жалпы. Сенде 1 апта 10 күн қатар жүру деген. Қызықтар, өте көп қызықтар болды Турцияда. Мысалы, бізде командада Нихабар дейтін бала бар, ынтымақ дейтін. Сол таксиге отырып, бір досын үйіне бара жатқан ғой енді. Түркияда досы бар ол. Досы бар, соны үйіне бара жатқан. Таксиде алдында отырған, ол таксисінің жанында. Артта Асқармен тағы бір бала отқан. Еще түнде, Сонымен келген, сөйтіп, оларда наличка ақша жоқ, қазір досы алып шығып береді дегенде, Асқармен кім түсіп кеткен, біз ақшаны алып келе берейік барып деп. Сөйтіп Нихабар отқан, оң жағында, ана жақта таксист отыр, үлкен мужик, 50 жасар, мұрты бар. Сонымен Нихабарға жаймен жақындап кеп бетіңнен бір сүйінші деген. Сонымен Нихабар жарайды енді.
Ол да кетер емес дейсің ғой. баласына может ұқсап тұрған шығар, мен үлкен кісі ғой деп не қылған ғой енді. Сөйтіп бетінен бір сүйген, сонымен отырсасын тағы бір сүйейін деген. Ойбай, Неге бара жатыр мынау соңы? тағы бір бетінен сүйген ғой. Сонымен жәмен басын ұстап бүйтіп ерінен сүйейін деп жатыр дейді та бір кезде. Құлағымды жалап алған короче ше. Сөйтіп шығып кеткен машинадан. Ема жынды ма деп құлағын сыртып. Сол менің атам ғой десең. Сонымен досы ақша алып келіп берген. Ақша алып кетіп бара жатса, нан бер деп номерін сұрап жатыр екен да, не қарын. Не істейсің оны десе, көрсетіп жатыр дейді. В общем, сүйген екен болды ғой, негізі ақша төлемейді ғой. Иә? Білмеймін, не хабар, беріп қойды. Ақшасын беріп қойды, төлеп қойды енді. Сондай қызықтар болған енді. Құлағын жумай жүрмей енді? Пока жуған жоқ. Менде андай менікі қызық сияқты оған қарағанда. Жарыс кетті. Короче, біз именно сол біз Турцияға барған уақытта бүкіл Қазақстан блогерлары Турцияға барып алады ғой ше. Еще бәрі андай проектпен сондай болып кеткен. Жай адамдар емес. Бәрі проектпен барып жатыр. Сөйтіп бір кезде қазақ блогерлары болып жиналатын болдық. Бір қазақ бауырымыз айтты, осы сендерге деп бір жеке яхт алып берем деді, короче. Сөйтіп яхт алып берем деді. Бардық. Біздің командадан 4 баладай бардық. Ол жақтан бүкілі жүр тоже блогерлар, барлығы жүр. И жүрміз ана яхтада. И мен бір балаға қарай берем да, мен ананы Райм Артурдың жанында, Артур бар ғой, соған ұқсатып жүрмін да, короче. Бүйтіп қарап қоямын, ол да арасында қараған сияқты болып қояды, короче. Сөйтіп жүрміз 2 сағат яхтада жүрдік қой. Әңгімелесіп жүрміз бір-бірімізбен ше. Сөйтіп яхта бітті. Шығып кетіп бара жатырмық өзіміз балдармен. Медетке айтамын ғой. Анау Артурға ұқсайды екен е десем, малсың ба Артур ғой дейді ғой. Ол не істеп жүр? Сөйтсем тоже келген ғой, блогерлермен, балдармен. Балдар біліп жүр екен да оның Артур екенін ше. Мен ұқсатып жүрмін да. Сөйтсем шынымен Артур екен. Артурға жаман ұқсайды дейді. Жансың ба Артур қайда? Артур братан көріп отырсаң кешірім сұраймын. Саған ұқсатқаным үшін. Номерін алып қалмадың ба? Ол кеткеннен кейін ғой. Бірақ араларында бір ұшқын болды. Құлағын жаламадым. Ол Қазақстанда ғой, сенде әлі шанс бар. Артур братаннан да деп. Так, сосын енді ол шықты. То есть қандай съемка кезінде? Ол жақта айтпақшы, сол қысқа метражды фильмнің ішінде бізде апа мен ата бар. Үлкен 75 жасар, 75-80 жасар. Сондай апа 75-те айтыр, ата қаншада, примерно сол жобада. Айта берсе білмейді ғой. Тексермейміз. Апа мен ата Полат Алендарға түскен, сол сериалға түскен. Одан бөлек апа өзім түскен нелерін көрсетіп жатыр телефоннан. Көптеген андай клиптерге, сериалдарға 40 жасынан қазір 75 жасына дейін 35 жыл осы съемкада жүрмін дейді. Бір күндігі 30-35 мың теңге. Бір күн. Апан жалдау. Апа күшті түсіп берді. Не болып ойнады? Коляскада отыратын апа болып ойнады. Мұқау онда үшін сөйлемейді үшін. Чисто қорқып қалған ғой үшін. Киноны көрсеңіз түсінесіз. О, нетпендер ма? Гонорарын тағы түсірмендер ма? Сөйлемейсіз. Жоқ, 15-ке келісейік деп. Бір жақтағыдай емес, ол жақта кәдімгі бір сумма тұрады. Келістің, то есть белгілі баға болды. Алсаң ал, алмасаң басқа нелері бар екен. Түрікпіз ғой деген жоқ. Ата түрікпіз демендер ма? Бізден тарағансыңдар сендерді. Негізі олар Қазақстанда өздерінің, то есть осы аймақты тарихи отанымыз осы жер деп есептейді. Естігем сондай әңгіме. Түріктердің үлкен аталары, жалпы үлкен тарих білетін үлкендер жағы қазақтардан қатты ұялады екен дейді. Кезінде біз сендерді тастап кетіп қалдық осы жаққа қарай, кәдімгідей жер жәннатын іздеп деген сияқты сондай нелер айтылады екен да. Қатты ұялады екен, в общем, қазақтардан. Кезінде сендерді бауырлар тастап кеттік біз деп. Жаңағы ата ше, Нихан Құлан. О, ата ұялмайды екен. Ол соны сағынып мүмкін сондай болуы да мүмкін. Енді кімде жаңа не хабарда өзгеріс бар ма жалпы?
михаил құлағын жумайды, сол ғана өзгеріс аталай особо өзгеріс жоқ. Бала тілі бал дейді енді. Дүбі. Бала тілі емес енді ол жерде. Тілдің айналасынан кетсек ағайын. Сосын сендер биыл Жайдарманда бірігіп шығып жасыңдар, Ату құрамасы болып. Оған неге ондай шешімге бардыңдар? Былтыр біз финалда, былтырғы жылғы жоғары лиганың финалында 2 Ату құрамасы да финалға өттік. Біріншісі біз Мейдин Ату, одан кейін біздің үлкендері Ату құрамасы. Финалда андай болып қалды ғой, біз финалист болдық, ол кісілер 3-ші орын алды да, бір-бірімізге жетіспеген сияқты болып қалдық та. Одан алдын негіз біз 2018-де жоғары лигада Ату құрамасы болып ойнап жүріп, сосын Медет екеуміз бөлек өзіміз ойнап көрейік деп, сөйтіп премьер лигадан бастап Медет екеуміз қайттан бастағанбыз ғой. Сөйтіп біз де жоғары лигаға барып бірге бүйтіп келіп қалдық та. Сосын сол соңғы финалда қатты қажет болып қалдық қой бір-бірімізге. Бізге сәлемдесу жетпей қалды, оларға көрініс жетпей қалды деген сияқты. Енді осы жыл бұйыртса қосылып чемпиондық сезон деп отырмыз бұйыртса. 10-8 финалист Мейдин Ату. Байқадым әңгімелеріңнен жаңағыдай қайта біздің маусым. Жоқ, негізі андай мысалы қазір неше түрлі блогерлар андай курстарына прогресс жасайды ғой. Жайдарманда менің ойымша сондай сияқты жылдың басынан бастап прогресс жасай берсең, ол андай психологиялық тұрғыда беріп жіберетін сияқты ма? Беріп жүргенде биыл шынымен ақ бүйтіп қарайтын болса, ең үлкен Ату құрамасы жоғары лигада ойнап жүргендеріне бір 7 жылдай болыпты. Одан бөлек жақсы ойнайды ғой. Ол да бар ғой, енді 7 жылдық жоғары лиганың опыты бар, оған дейінгі ойындары бар, басқа андай эфир жоқ ойындары бар қаншама. Ал одан кейінгі тәжірибелі топ Рудный, ол бізбен бірге премьеркаде бастап, бізбен бірдей жоғары лигаға келген. То есть Атудың екінші младший составымен енді жарысып келе жатқан команда. Енді сендер Рудный бақыт шығар, Адмиадонды айтып отырық деп. Тілге тиек еттік дейсің ғой. Рудный деп тағы бір рет айтып жүрсің. Рудный, береке. Енді сендер былай қарасаңдар, жаңа чемпиондық сезон деп жатсыңдар, и миллион командасында бағытына ұқсас болып келе жатыр ғой. Сендерде де сериал бар, оларда да сол сериал. Екеуін қатар алып чемпион болды олар. Сендерде сол қатар алып жүру жағы қаншалықты қиынға соғады, немесе пайдасы қандай? Біз негізі былтырғы жылы бір андай Жайдарманға негізі бізді андай халық көбісі ойлайды екен да, Жайдарманды енді ойнап жатыр деп ше. Біз блогер деп танитындар көп екен да, Жайдарман үшін негізі блогер болмастан бұрын осының барлығына септігін тигізген сол Жайдарман ғой. Сөйтіп біз былтырғы сезонға команда болып барған кезде біз зал особо қатты қабылдамады. Қатты күлдіре алмадық бұрынғыларына қарағанда, блогер емес кезімізге қарағанда. Сөйтіп былтырғы жылы болды 1-4-тен ұшсақ қоямыз ғой, болды ғой деп сөйтіп жүргенбіз. Сөйтіп 1-4-тен 1-мен өтіп кетіп, полуфиналдан қайттан 1-мен өтіп кетіп, финалда ойнап, сөйтіп қайттан желание ашылып, қайттан сезон деп сондай болып кетті. Енді екеуін қатар алып жүру мәселесі. Екеуін қиын емес негізі, уақыт көп қой. Жетеді негізі бүкіліне. Жоқ, андай болмай, мына жетістіктің өзі біздің өте просмотрлардың жақсы, осы жетеді. Просто Жайдарманмен негізі, Жайдарман ойнап көрген адамға түсінетін шығар. Ауырамыз ғой негізі Жайдарманмен. Енді осы чемпион болмағанша әйтеуір жүрегің тыныш таппайтын сияқты. Осыны албасақ, өміріңдегі бір 100%-ің 50% арман бір жерің бүтінделіп тұратын сияқты. Сондай кәдімгідей. Қазір бір нәрсе жетіспей жүр, пустой болып тұрған бір орын. Жоқ, бұрын командалар былай істейтін еді ғой, чемпиондық, сосын бізді бір проектке шақырады. Сонда бір проект болса. Сендерде ол проект уже бар. Енді, получается, тек қана чемпиондық қана сендерге. Тек чемпиондық қана. Егер болмай қалса?
болмай қалса деген жоқ қой ондай. Келісіп сөйлесіп қойдық қой. Жоқ, биыл енді айтып отырық қой, барымызды саламыз. Оның үстіне ең тәжірибелі, ең үлкен жоғары лигада көп ойнаған команда. Негізі Жайдарманда сондай бір не бар ғой, кім көп опыты бар, кім көп ойнап келе жатыр, ол да әсер етеді. Кішігірім енді олсыз да чемпион болып кеткен командалар бар, кешігіп кеп. Но көп жағдайда ол әсер етуі мүмкін. Одан кейін материалмен енді жас ерекшелік деген сияқты. Негізі материал ғой. Негізі ойын мен материал. Бірақ маған фестивальдағы ойындарың сәлемдесу яғни. Ой, ол әшейін жарты сағат алдын жаза салған материал ғой. Ертең 1:8-де көресіздер. Енді мақтайын деп жатсаң. Негізі ұнады. Былай сол енді көргендер бар шығар. Сол фестивальдегі ең мықты не болды? Күлкі жағынан деп айтайық. Декорация десе. Естің ба, Береке? Уже бастап кеттіңдер да олармен нені. Негізі қай команда Рудныйдан басқа сендерге қарсылас болуы мүмкін осы маусымда? Негізі ешқандай деп айтып отырмыз ғой. Негізі жоғары лигаға анау-мынау команданы алмайды ғой. Ертең топ етіп жарып кететін командалар бар. Негізі көп. Мысалы мен осы жыл жоғары лигада Қыздар емес деген Семейдің командасы бар ғой. Сол команданы қараймын негізі өзім. Өте күшті. Жоғары лигада бірге жарыссақ та, бірақ аналардың ойындарын көргім келеді қатты кәдімгідей. Өзім приветствие ойнап болып, залға кеп, аналардың приветствиясын көріп қайттым. Сондай барлығы мықты негізі. Шынымен жоғары лигаға простой команда ала салмайды мен. Сол нәрсе бар екен ғой. Осы артын жауып жатқан ғой, көп не ақ қойын ба деп. Енді қара, сендер контент жасап жатсыңдар, Жайдарман бар, вайндарың бар. Ол да бар. Ой, бізде көп екен ғой. Жетеді. Сендерге еліктейтін, сендерді қарайтын жас балалар көп, мектеп оқушылар дейміз ба, студенттер болсын. Сендер сол жауапкершілікті сезінесіңдер ма? Мысалы үшін бізді осылай адамдар қарап отыр, біз дұрыс нәрсе айтуымыз керек, немесе сапалы дүние жасауымыз керек дейтін жауапкершілік сендерде қай орында? Жауапкершілік. Негізі сыныптас біріншісі болды ғой бізде. Жауапкершілікті сезініп бастаған алғашқы проект сыныптас болды. Шынымен арасында ол просмотрдың әсерінен, жаңағы сендерге деген внимание өте көп болды. Сериалдың өзі мектеп оқушылары көреді ғой, енді өзі тақырып аты сондай болғаннан кейін, и уже бірінші серия былай просто шапка ретінде түсіріп көрдік та, ары қарай жалғасатын уақытта уже так бізді уже мектеп оқушылары көріп жатыр, максимально дұрыс емес нәрсені көрсеттік па, артын былай тәрбиелік мағына жағымен жауып, мынау негізі болмайды, мынау дұрыс емес деп сондай жауып бітіріп дұрыстап отырайық, каждый серияны қарап отырайық, соған мән берейік деп уже сондайға көштік. Үшінші сериядан ары қарай андай не жоқ, себепсіз болған нәрсе жоқ. Төбелес болды ма, оның дұрыс емес екендігі, либо пышақ көрсетілді ма бір жерде, оның дұрыс емес екендігі деген сияқты сондай нәрселердің барлығы, үлкендерді тыңдау деген сияқты, мектепте мұғалімдермен ара қатынастың дұрыс болуы елімізде болып жатыр. Сондай нәрселер неғылды айтып өтетін болдық уже, қозғап дұрыстап қарап, сценарийді қайттан бір оқып шығып, мынаны кім жазған деп. Негізі кім жазады? Мен? Негізі командада Манас, Асқар, мен үшеуміз жалпы жазасыңдар. Бірге. Қалай жалпы? Жазу енді негізі сценаристермен кейде ақылдасып, ағалармен ақылдасқан кезде бізге айтады, сендер негізі көбіне КВН жағына кетіп қаласыңдар дейді. Тычка дейді ғой, тычка көп жұмыс жасайсыңдар дейді. Ол да бір жағынан жақсы дейді, бірақ енді болашақта дейді, басы ғой дейді, болашақта бұйыртса жақсылап оқып алыңдар дейді. Негізі бізде медет екеуміз кішігірім оқығанбыз, Анара деген апайдан. Сол кісіден оқығанымызды, білгенімізді әйтеуір. Анар апай, рахмет. Бұйыртса енді алдағы проекттерде андай өсім бар деп айта аламыз, кішігірім болсын, алдындағыларға қарағанда. Сценарий жағынан.
сценарий жағынан. Аха. өйткені біздің де қанша сериал не жазып жүрдік дегенмен білмейтін нәрселеріміз өте көп негізі. Даже ана профессионал қазір кино жазып жүрген, үлкен бір сериалдарды толық бітіріп миллиондаған қаралым жинап жүрген сериалдардың сценаристерімен кейде сөйлесіп отқан кезде ол кісілердің өзі айтады, біздің өзіміздің білмейтін нәрсеміз өте көп дейді. Күніге осы сценарий дейтін салаға күніге бір жаңа термин келеді, бір тақырып келіп отырады, жаңа бір өзгерістер келіп отырады дейді да. Сол себепті ол кісілердің жанында енді біздікі андай бір әуес қой ма, сондай болып есептелетін шығар ол профессионалдың жанында. Жаймен соған да жетеміз, жаймен үйреніп келе жатырық уже. Каждый сериал сайын бір 4-5 жаңа нәрсе қосып отырмыз. Бізді сосын халық көбінесе андай комментарийлердің астында андай шекер 532 сондайлармен салыстырып андай не істеп жатады, айтып жатады да. И олар түсінбейді да, біз сценарийін өзіміз жазып жатырмыз. Біз өзіміз түсіріп жатырмыз, өзіміз түсеміз, өзіміз монтажын жасаймыз ше. И ар жақтағы адамдар тек актерлар сондайлар ғой. И сол жағынан көп салыстырады. Негізі олардікі андай профессионалды дей ма, сондай біздікі әуес қойға жатады да. Сол жағынан андай шатаспасаңыздар. Ол жақта енді бюджет бар, профессионалды режиссерлар, продюсерлар, костюмер, барлығы профессионалды түрде ғой, каждый өз жұмысын жасайды. Ал біз команда болып бүкіл жұмысты өзіміз жасаймыз. 6 бала өзіміз жаңағы крафтта жүреміз, өзіміз жаңағы звукта жүреміз, режиссер болады, актер болып ойнай салады арасында, костюмер өзіміз танымыз, өзіміз реквизиттер тасимыз, өзіміздің бюджетке түсіреміз, өзіміз өз қалтамыздан ақша шығарып. Если бір жақтан міне бір серияға мынандай 2 миллион или 3 миллион дайын тұр десе, онда жаңа біраз нәрсені уайымдамай, чисто сценариймен бас ауыртып жүре берсек болады. Вот енді осын айтайық та соны. Соны айтайын деп едім мен. Сол нәрсемен көп шатастырады шынымен ақ ше. Неге 532 сияқты емес, по-любому шекерге жетпейді, сержан братан потолок. Действительно, олар потолок, ол кісілер енді уровень қайда жоғары, ол кісілермен салыстыруға келмейді. Если бізге де, может, сондай бюджет болғанда, тек сценарийге бас ауыртқанда мүмкін, тоже енді сценаристермен бірге жұмыс жасап, енді мықты ағаларымызбен ондай дүниелерді алдағы уақытта шығаруға болады. Бұйыртса шығарамыз оны. Жалпы бізде енді сондай салыстырған кезде былай салыстырмайды ғой. Мына жер жақсы екен, мына жер жақсы екен демейді. Біреуді до конца топить етіп тастайды да, андай іштарлықпен көре алмаушылық дейміз ба, басып тастайды да. Меніңше сол коммент жазатындарға айту керек. Ол энергияны лучше өзіңізді дамытуға жұмсасаңыз, негізі сол пайдалырақ. Негізі ютубта бізде таңдау көп қой. Міндетті түрде 532-ні көрді, міндетті түрде соны тастап көруің керек деген ешкім ұстап отырған жоқ қой. Поэтому таңдау көп, лучше өзіңе ұнайтын нәрсені көр деп өзіңнің подписчиктерін өсіп. Жаңа арасында өте түсінігі мол кәдімгі оқырмандар болады. Білмеймін, біздің қасымызда жүрген сияқты ше. Өте мықты, бұл жігіттерді түсінуге болады, өздері жүгіріп жүр, өздері үйтеді, өздері бүйтеді, респект деп ана сценарийде кейбір жерлерде мәнін байқаймын екен деп жазып түсіреміз ғой. Соны мыңның арасынан бір адам байқап отыратын адамдар болады ғой. Мен ғой соны жазған деп. Сондай өте кәдімгі жанашыр, постоянно бізді қолдап отыратын, не только Қазақстаннан, одан кейін Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Монғолиядан осы ютубта оқырмандарымыз өте көп. Резко қолдау білдіріп, даже көрмей жатып комментарий жазатын оқырмандар. Көрмей жатып лайк деймін. Бірінші, екінші маған медаль дейтіндер. Осыны көріп отырған жанның отбасы аман болсын дейтін. Шынымен осындай мысалдар негізі не береді? Шабыт береді. Негізі наоборот қолдап әйтеуір күшті шығып жатыр, әйтеуір біз енді короткометражға түсірдік, енді алғаш рет бұндай қысқа метражды фильм өтіп жатырмыз. Тем более басқа елде өз бюджетімізге осы нәрселердің барлығын енді осы съемканың айналасында жүрген жандар жақсы түсінеді, но
кейбір адамдарға түсіндіру өте Иә, қиын. сол. Как будто бізге мемлекет сендерге 50 миллион теңге бердік, барыңдаршы Турцияға барып күшті қылып түсіріңдерші деген сияқты көріп отырады да олар ше. 50 миллион берді ғой, типа сендерге не қылып жатыр ғой, осы ма киноларың деп отырады да. Жоқ, біреу комментарийге жазып қойған ғой, мынаған қарағанда бизнес по казахски қызық қой. біз ол бір жағынан қуантады, ой жақпен салыстырып жатқаны. Жақсы мысал деп жатқаным, мысал үшін мен өткенде осы жоғарыда бізде билікте отыратын бір кісілермен кездесіп қалған кезде мен жаңа ол мәселені айттым. Сіздер халықтың жағдайын білгілеріңіз келеді, бірақ қазақша контент көрмейсіздер. Иә. Жай ғана мысал дедім, мысалы үшін біз өзіміз комментарий арқылы ақ біліп отырамыз, бізді кімдер көрді. Бізді Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Ресей, Башқұртстан, Татарстан, Ноғай, сол жақтардан коммент жазып жатады да, ойбай қазақтар молодцы, красавцы деп. А сендер білмейсіңдер біз деймін. Біз Россияның азаматтары біледі, сендер білмейсіңдер. И мәселе жаңағыдай 50 миллион сұрауда емес, мәселе мен мынандай ұсыныс айттым, бір ғана заң Қазақстанда реклама, жарнама қазақ тілінде болу керек. Өйткені сол кезде олар Қазақстанда тұрамыз, барлығымыз. Сондай заң шығарса болды. Олар амал жоқ, жаңа үлкен компаниялар, реклама беретіндер, амал жоқ, қазақша контентке келеді. Сол кезде шынымен де 50 миллионға түсіретіндей деңгейге сондай жетеміз. болса екен, бірақ өкінішке орай қазір үлкен компаниялардың барлығы орыс тілінде. Жоқ, бірақ бұйыртса келе жатқан сияқты. Бірақ өйткені қазақша проекттер көбейіп жатыр, YouTube жобалар көбейіп жатыр. Сол контентке талас болу керек қой негізі оларда. Иә. Ой, мен мынаны алайын. Олар біз таласып отырық та оларға. Бізге кеш, пожалуйста, бізге кеш деп. Орысша білетін, жақсы сөйлейтін біреуді жіберіп қойып, түсіндірші анаған деп. Шынымен біреу айтасың реклама керек десең, саған маркетолог керек дейді да. Бірақ ол маңдай орыс тілінде мықты сөйлеу керек дейді. Болмаса аналар түсінбейді. Түсіндіріп, аударып, бәрін дұрыстап беретін адам керек. Бұл кімнің қателігі деп ойлайсыз өзіңіз? Мен жалпы сол қош келдіңіз. Осы мәселені көтерсем деп келіп едім. Өте жақсы. Сіздерде әйтеуір елге жаны ашитын азаматтар барына қуанамыз. Келесі болып студиямыз. Мен анонимді жағымпаздар клубына келгенде қуаныштымын. Шынымен сондай енді сериал саласына, кино саласына келетін болсақ, белгілі бір жерден андай не бөлінбейді ғой бізге енді. Шынымен өзіміз іздеп жүреміз, үнемі спонсорларды болсын, нелерді болсын, может мына жаққа шығып көреміз, мына кісімен сөйлесіп көреміз деп ойланып көрейік деп. Даже ютубта миллиондаған просмотрым болып жатса да ойланып көрейік дейді да. Если сол проект орыс тілінде болсынша, давно ода уже 10 шақты реклама жататын еді уже. Даже 500 мың, 200 мың просмотрдың өзінде. Иә. Жоқ, жаңа ғой. Білмеймін, сонда ана кісілердің логикасы қалай сонда? Орысша көрсе барлығы күшті болып кетеді деп ойлаймын. Олар өздері түсінетін контентті ғана көреді ғой. Өздері қазақ тілінде контент көрмейді. Мен сон жаңа айттым, тек қана рекламодательдер емес, жаңа жоғарыда отырған үлкен азаматтар да қазақша контент көрмейді екен. Негізі, иә. Олардың жаңа просто аласың да Инстаграмға кімге подписан екенін сондай қарайсың ғой. Сондайдан ақ білуге болады. Уже көрініп тұрады да. Біздің елді басқарып жүр, бірақ Ғазизхан Шекербекке тіркелген ешкім жоқ мысалы. Иә. Сол сияқты ешкім қазақ. Кім Ғазизхан Шекербекке тіркелген? Міне, көрдіңдер ме? Міне, иә, мысалы отырып тіркелген ше бәрі. Мейрамбек Бесбаев ағамызды оқитындар бар ше, қазақ тілінде. Жоқ, мысалы айтып жатсың ғой жаңағыдай, бізді салыстырады деп. Жай салыстырса мейлі ғой. Олар осындай әуесқой контенттен спрос жасайды да. Иә. Мысалы үшін мемлекеттің қаражатына түсіріліп жатқандардан ешкім спрос жасап жатқан жоқ. Олардың просмотры қандай болып жатыр, жинап жатыр ма, касса жинап жатыр ма, бәрібір да сәл біреу просмотр көп жиналып қалса болды. Дұрыстап түсірмейсіңдер ме сендер, не? Оған сыншы көбейіп кетеді сразу. Иә. Сондықтан балаларды сынамаңдар. Қолдау көрсетіңдер. Балалар жыламасын дейді. Бізге негізі шынымен былай енді қоғамымыз ғой, бір қоғамымыз ғой. Тек қана өзімізді ғана ойламай, осы қоғамды ойлап, қоғамға қандай пайда тигізем
деген мақсатпен солай алға жылжу керек сияқты да. Ол мысалы үшін біз тараптан дұрыс контент жасау, контент мейкерлер дұрыс контент жасау, көрермен тарапынан сол жасалып жатқан контентке шынында қолдау, дұрыс ұнамаса көрмей ақ қой. Енді ладно, енді өзің білесің. жоқ, ұнамайды деп до конца қарап тастайтындар бар ғой, иә? Жоқ, до конца қарап алады да. Че-то мынау. жоқ, бүйтіп мынандай комментарийлер бар: босқа кеткен 15 минут ұмай, ауаға кеткен 15 минут ұмай. Енді сендер енді қара, короткий метр түсіріңдер, демек ол үлкен киноға деген қадам ғой. Жаймен деп енді біз осы короткий метрдан кейін ақылдастық біраз кісілермен, жан жақпен. Негізі ойымыз сондай тұғым, осындай короткий метр түсіріп бір 5-6 ба или 4-5 ба, одан кейін жаймен үлкен киноға өткереміз деп сөйтсек, әлі ерте сияқты, өзіміз полный қарап үлкендермен сөйлесіп, әлде де мықты сериалдар шығарып, одан кейін барып мықты сценарий болып тұрса, мықты бюджет болып тұрса ғана жақсы короткий метрге өтіп, чтобы жаңағыдай комментарийлар болмас үшін. И содан кейін барып асықпай үлкен киноға 1-2 жылдан кейін деп отыр. Әйтпесе бізге қазірде түсіруге болады, жан жаққа шығып, біреуден бюджет тауып, мықты актерлардың барлығын, Қазақстанның кинопрокатқа шығатын актерлардың барлығын тартып, біреуге жаздырып болсын, әйтеуір арасында өзіміз түсетін болып жағаласып жазып, идеясын айтып. жоқ, сондай нәрсе істеуге болады, но ол өзіңді де командаңды да барлығын уровень түсіріп тастайды оны. Сол себепті пока керек емес сияқты, өзіміз бүйтіп жаймен жеткен дұрыс сияқты. Азаздан үздіксіз дейді ғой. Иә. Цитаталар кетіп жатыр мына жерден. Жүрек менікі, жалғасы менікі. Қысқа метражды түсіргеніміз бір жағынан балдарды просто басқа образда көргіміз келді өзімізді. Көбісі көрерменнің айтқаны осы ғой, прикинь, барлығы басқаша образда күшті шыққан деп. Өткен біз сыныптаста тек 2 жыл бойы почти сыныптас қана түсіргенбіз ғой, 1 сезон, 2 сезон қылып. Одан кейін басқа нелерде ойнап көрмегенбіз да. Осыны қалай болады екен деп шынымен бір қызық болды басында. Бірақ енді келесіде кішкене оңай болатын сияқты. Сендер жаңа айтып жатсыңдар ғой, сценарий курсын әйтеуір сәл былай. Енді актерлық курс деген мәселеге қалай қарайсыңдар? Мысалы үшін оқыған дипломы бар актерлар жаңағы әуесқойларға дұрыс көзқараста емес. Олардың жаңағыдай қатты танымал болып кеткеніне сәл басқаша қарайды. Жоқ, Жайдарманға рахмет, әрине. Жайдарманның арқасында ғой, осы нәрсенің барлығы актерство деген нәрсе. Кезінде неде, осы Сәлемде тоже бір съемка болып атты, жалғас түсіріп атты. Жалғастың бір проект. ЧЗХ ма? Солау деймін, или тағы бір басқа проект болды ма. Сонымен андай Жүргеновтен актерлар шақырып, андай не алмайды дейді. Жайдарманға үйреніп қалғам дейді, жалғасшы. Айтасың, не айтасың, соны ойнап бере салады дейді. Ар жақ енді профессионал екені по-любому көрініп тұрады дейді. Андай басқаша бір әдемілеп жеткізуге тырысып тұрады дейді. Бір обычно беретін жерлер болады. Бір мынандай лағып юмормен бере салатын, бір мимикамен брат бич деп айтып түсіре салу жоқ, қатты қиналып қалдым дейді. Жайдарманшыларды іздеп кеттім дейді. Әбден андай еркін неге үйреніп қалыппыз дейді. Негізі жайдарманшылардың образы кәдімгі шынымен өмірдегі образ ғой қазіргі. Ал театр енді барынша әйтеуір әсірелеп, қиындатып емес, енді барынша профессионал түрде жеткізу ғой ол кісілердікі. Разница бар негізі мына жақпен, оқыған немен мына жақпен қарағанда. Мысалы біз театрға шыға алмаймыз ше. Театрға шығып мынандай поэзия оқып, жылап қалып, күліп күлмей кетіп дейтін қиын болуы мүмкін ше бізге. Болуы мүмкін ба еще саған? Маған қиын болуы мүмкін. Жоқ, қиын болуы мүмкін, бір оқу алып шыға беруге болатын сияқты. Жоқ, негізі әр нәрсемен өзінің маман айналысса, сол кезде күшті болатын сияқты. Не айтып отыр? Қай жақтікі дұрыс болды сонымен? Жалпы менің әңгімемнен қай жақтікі дұрыс болды деп ойлайсың? 2 медет отырған сияқты. Өз сөзіне өзі қарсы сұрақ қойып, сұрағына жауап беріп, бір-бірімен конфликт жасап, қаралап, ұрсып. Театр одного актера деген бар ғой. Міне. Жоқ, мен сол үшін айтып отырмын, театрда да ойнап берсем болады екен деп.
сендер мысалы үшін енді айттым ғой жаңа миллион командасын айтып жатырмын, сосын Ирина Қайратовна бар, иә, олар тоже скетчтерден бастады, сосын короткий метр и ән өз жолымен. Қай ұжымның ісін өздеріңе былай үлгі қылып аласыңдар ма, немесе мысал ретінде қайсысын қарайсыңдар? Негізі миллион командасы ютубын өздерінің общийден бөлініп ютуб ашты ғой, өздері жүздуха болып. Оған дейін біз уже сыныптастың 2 сериясын ба 3 сериясын түсіріп тастағанбыз, олар жүздуханы бастамай тұрып. Сөйтіп біз уже 3 сериядан кейін күміс кнопка алып жатқан кезде ол жігіттер ютубпен қалай жұмыс жасауға болады, жаңағыдай кнопканы қалай аламыз, кіммен сөйлесеміз деген сияқты бізге Алматыға келген болатын. Содан кейін бар бұл жігіттерге полный ютуб дұрысталды, жүздуханы тоқтамай түсірді, бізде пауза көп болып қалды. Сонымен ол жігіттер қазір кәдімгідей алдыға әйтпесе почти бірдей бастағанбыз сол 2 жобаны да. Даже біз чуть ерте бастадық, сыныптаста. Сондай болған том. Не үшін пауза көп болады сендерде? Бюджетке байланысты. Жоқ. Пауза ма? Иә. Жоқ. Не, съемкалардың арасын созылып кетуі. Өзгерісше. Вот, ал. Өзгеріс? Қандай өзгеріс? Құрамдағы өзгеріс па? Команданың кетуі дейтін? Жоқ. Өзгеріс дейді. Курс па? Иә. Жоқ ғой, курс ол кезде емес па? Жоқ, ол одан кейін асықпай болған нәрсе. Сендер ана жерге барып келісіп алып. Жоқ, біраз уақыт өткен, біраз шатасып жатыр ғой балдар. Жоқ, қандай өзгеріс? Айтсай, ол не ол? Жоқ, өзгеріс дейтін курс болған бізде командада. Жаңағыдай курс саттыңдар ма сендер? Креативный продюсер. Креатив жағын үйрететін, кішігірім бастапқы сценарийді үйрететін, біздің сериалдарға түсуге мүмкіндік, Instagram, TikTok жүргізу, мобилография, оның ішінде. Одан кейін тағы не болды? Тағы бір 10 шақты нәрсе болды. Одан кейін командамен бірге сериалдарға түсу, вайндар түсіру, тауда демалыстар деген нәрселер болды. Сондай Творчествомен келдіңдер де, тауға қалай кеттің? Енді андай бүйтіп онлайн офлайн кездесу дейді екен ғой курстың тілінде. Сондайларға дейін жасап көрдік, 2 рет жасадық, екеуі де сәтсіз шықты. Может әлі біраз опыт керек па, или білмеймін әлі. Ондайға дайын емес па біздің аудитория? Жоқ, біз просто айналысатын дүниемен айналысу керек екенбіз ғой, біз бір түсінгеніміз. Просто біз не алдық, көрдік, болмады, қоя салдық қазір. Бізге просто оны ұсыныс жасалған түрде жасадық та, ұсыныс жасалған түрде курс жасадық. Әйтпесе негізі біздің балдардың ойында курс дейтін вообще жоқ зат қой негізі. Сөйтіп жасалған дүние эксперимент ретінде. Эксперимент емес енді, ол жақтан қанша бір 20 шақты оқушы бірінші ненің өзінде білім алып, қазір мобилограф болып жүр, мобилограф бар. Сериалдарға түсіп жүргендер өздері, TikTok, Instagram түсіріп кеткендер бар, YouTube қойып жатқандар бар енді. В общем, жан жақта кәдімгі істеп жатыр. Біздің қасымызда жүргені бар, бізден бөлек басқа қалаларда жүргені бар. YouTube-пен айналысып жүргендеріңе біраз болды. YouTube-тың монетизация жағынан қалай жалпы? Айтпайды бізге соны деп. Кім айналысады негізі, бар ма? Бізде командада продюсеріміз бар, Атхан дейтін жігіт. Продюсер болғанда бізбен жас жігіт қой. Просто андай командада бір адам тыңдауымыз керек дедік та барлығымыз. Сол адамды таңдадық. Кішкене ол жауапкершілік жағынан, барлық жағынан, осы ортамыздағы балдардан жоғары болып тұрды да, содан кейін сол жігітті таңдадық. Сол жігіт айналысады ютубтағы документке жақсы печат қойылады, постоянно рубашка киіп жүреді. Носкиін үйге барған кезде ауыстыратын, сондай құтты болады да. Кофе ішеді күнде. Starbucks ішіп жүреді постоянно. Енді білмейсіңдер ме сонда? Жағасы бар футболкілер киеді, андай ше, футболка. Жоқ, негізі көп сұрайды ғой сендерге де айтып жатқандар, бірақ ютубтан ақша табуға қанша тауып отырсыңдар деп явно сұрады. Бұрын андай сұрайтын, инстаграмда просмотрға ақша төлейді, бұларға біреу бит жазып кеткен, бұрын комментарий берсем, лайк баспаңдар, лайк басқан үшін бұларға ақша түседі деп. Қатты айырылып қалған кезде. Лайк тегін, құрметті ағайын. Лайк, комментарий, просмотр, олардың ешқайсысына ақша түспейді, именно неде, инстаграмда.
тиктокты білмеймін мен қатты бір қаға тиктокта бар не монетизация, бірақ стримде отыру керек. Қазақстан территориясында емес, стрим ол жаңағыдай сол жерде қыздырып отыруың керек, а былай просмотрға біздің территория пока кірмейді. біз сонда басқа елге барып түсірсек, Локацияңды или басқа елде көрсетуің керек. басқа елге барып тикток ашу керек қой, в общем. Иә. Одан кейін ютубта монетизация деген нәрсе бар екен. Иә. Одан кейін барып просмотр дейтін нәрсеге енді баста ойлайтынбыз, миллион просмотрға 1 миллион бере ма, одан көп бере ма или сөйтсек біздің Қазақстан біріншіден жаңағыдай айтып жатсыз ғой, аймаққа кірмейді деп. Өте төменгі аймақта, короче, қанша миллиондаған просмотр болса да ақша өте аз төлесін. Если сол просмотрмен біз Америкада ашып, Америкада жүргізсек, біз давно миллиардер болып кететін. Миллионер болып кететін. Миллиардер демей ақ қойыңызшы. Жоқ, былай ғой, ютубта ол территория мен халықтың санына. Бізде территория үлкен, бірақ халық саны аз. Олар есептейді, так, мына рекламаны осынша ғана халық көреді, қазақ тілінде болғандықтан. Сондықтан халықтың санын көбейтейік, ағайын. Үйленіңдер деп. Үйленген бізде. Медет? Кстати, айтпақшы, қалай? Командада Аза үйленіп алды, Азамат Тұрсынбай, мен үйленіп алдым. Жақсы? 20-сы гендер пати келіңіз. Берді, Сен? Мен бұйыртса білмеймін пока. Өткенде Манас стендапқа бір қызбен келді. Мен де байқа қалдым. Досым ғой. Дей береді енді, ашып сұрасаңыз дедіңіз. Сонымен? Сол YouTube бойынша жалпы сол. Или ютубта тағы айтылмайған нәрселер бар ма? Средний каждый выпусктың монетизациясына қанша сериалдың шығынын жабуға жете ма? Біз ең бастапқы 1, 2, 3 серияларды ютубта дұрыс ашпағанбыз, дұрыс қоспағанбыз. Монетизация тіркемегенсіңдер басында. Тіркемегенбіз. 12 миллиондай ма, 15 миллиондай ма просмотр, в общем, ауада тұр. Ауада тұр болғанда енді ол ютубта тұр ғой енді. Бірақ ешқандай монетизация қосылмай қалды. Одан кейін барып білдік, одан кейін барып қосып бастадық қой. Негізі біз баста өз қаражатымызға түсірдік қой, бір камераға iPhone 6-дің диктофонын общий звукқа бум ретінде қолданып, мынандай бір петличка, бір сыммен ғана сөйлеп түсірген болатынбыз. Ал кейінгі съемкаларда уже монетизация енді офистің, реквизиттің, жаңағыдай крафттың, монтаж бар, оператор бар, звукач бар. Сондай нәрселерге кейіннен жететін болды әйтеуір. Әйтеуір солар жабады. Біз негізі нәрсе алмай негізі монетизациядан көп түспейді. Негізі шынымен көп сұрайды ғой. Біз тек омен андай қарыздар жауып отырасын. Жетсе жетті, жетпесе жетпеді ғой ол да ше. Даже кейде монтажерларға звукқа да жетпейді, басқа жерден алып жауып отырған кездер болды. Енді ютубтың активностына байланысты екен, бір жағынан біз последний время YouTube тоқтап қалған болатын. Монетизация дейтін нәрсе бізде вообще құлап бычыт болып жатыр активностьтан время. Енді алдағы уақытта бір жаңа жобалармен, жаңа сериалдармен барлығын реттеп қайттан YouTube'ты 100% қолға алатын боламыз. Еще бізде екінші канал ашылып жатыр. Скоро шоу проекттер болады. Сендер былтыр түсіріп жүрген сияқты емес пе едіңдер? Былтыр Қолтырауын шоу деген шоу түсірген болатынбыз. Ол бірақ осы каналға салынды. Осы каналға салынды. Ол өзіміздің қателік болды. И звук жағы ол жақта сәтсіздеу шықты ғой. Негізі жоқ, проект күшті шыққан еді, звук жағы мен не жағы қате болды. Сендерде мынандай эксперимент болған жоқ па, мысалы үшін түсірген нәрсең жаңа көріп тұрсыңдар ғой, звуктан қателер бар, салмай қоя салу дейтін. Ондай болған жоқ. Салынбай қалған нелер бар ма? Түсірдік қой, қуасың ба, сала бер енді дей саласың, 1-2 секундына ешнәрсе демейтін шығар. Салынбай қойған болды. Сыныптастан бұрын YouTube каналымыз жоқ кезде біз Медет бар, мен бар, сосын Бикош дейтін тағы Түркістан досымыз бар. Сосын Мапох дейтін бала, төртеуміз проектті ашып, проекттің атын сұрасаңшы. 2BT ертең кетіп баратын Түркістанға деген проект. Шынымен де салынбайтын проект. Ол жерде енді
ол жерде тек скетчкомдар ол 2018-де ма 2017-де ма сондай ол кезде Қазақстанда скетчком деген қатты иканың сол кезде скетчкоммен Иә. қатты кіріп жатқан кезде тоже тағы бір проекттер болды, нормально общайтесь, одан бөлек тағы да скетчком жанры қатты әкетіп жатқан кез ғой. Сол кезде И біз сол кездегі ең бірінші Мұрат Әбділданы съемкаға түсірген А, команда иә. біз едік. Бірақ ол сәтсіз шыққаннан кейін салынбай қалды. Сол кездегі актуал тақырыптар бойынша түсіргенбіз ғой. Мұрат Әбділда бірақ әлі күнге дейін актуалды ғой кәдімгідей. Ол кезде қатты болды прям. Мұрат Әбділда болды, сосын тоже қалаулымда экспо дейтін жігіт болды. тағы бір жігіт болды. Біз еркекпіз бір нәрсе деп. Одан кейін қайрат болма адам бол дегендегі актер, Есентай болды, тағы болды. Есентай тағы бір болды. Тағы кім болды? Тағы біреу болды ғой. Ол Сондай актуал тақырыптармен сол кезде қатты андай хит болып тұрған адамдармен түсірілген проект етін негізі скетчком етін, то есть. Нешеу түсірілді одан? Толық былай бір серия ғой, бір выпуск қой, 15-20 минуттық. Карантин басталып кетті, иә? Карантин басталмады ма или? Жоқ, ақша болмады бізде просто. Бізде ақша жоқ кезде карантин. Жарайды, карантин басталмай тұрсын. Еще андай айтып ше кәдімгідей тарелкаға 2 бт деп жазып сындырып. Сондай нәрселер ғой кәдімгі. Режиссер болды ма? Режиссер сол жаңа Атқам деген жігіт болды. Сол кезден бері бізбен бірге болғаннан кейін әлі жақсы. Сол кезде өзі видео түсіріп, сондай видеомен айналысатын ол жігіт, сосын кейіннен бір нәрсе түсірейік та, давайте ютубқа дегеннен кейін скетчком ба, өзі давай деп жүретін, постоянно қолдап айтыр, любой нәрсеге жоқ демейтін ғой, түсірейік деп. Соны тоже онда бір петличкімен сценарийін полный жазып алып, бір петличкімен, бір камерамен жүгіріп жүріп, Есентай жаққа барып, бір кадрлар алып, қаланың ішінде пешеходта. Мұрат Әбділдамен съемканы айтып берші. Мынандай съемка болды. Мұрат Әбділданы Алматыға алдырдыңдар. Қалай көндіріп алдық ол кісіні? Жоқ, көнген жоқ қой ол кісі. Бізде бір банкта ойнайтын сценка бар тұғым. Банкте Мұрат Әбділда бір жерде кредит алып отырады, короче. Оны көндіргенімізді айтайық. Бірінші былай іздедік оны, үйін бірінші. Телефон номері дамы жоқ, былай іздедік, ауылына кіріп сұрастырып жүріп, тауып алдық ол кісіні. Үйіне бардық. Үйіне барсақ, тойға ма бір жерге кетейін деп жатыр кәдімгі. Сөйтіп, жігіттер қалайсыңдар, мен тойға кетіп бара жатырмын. Аға, біз осындай Алматыдан келіп тұрайық, сізге бір өтініш болып тұр, бір ютубқа сериал бастап жатырайық, бір жеріне бір 5 минутына түсіп берсеңіз, Түркістанда болады съемка, бір жарты сағаттық жер ауыл. Сол жерде түсіріп алсақ сізбен бірге. Болды, мен тойға барып келейін, ертең жолығайық та, ертең келсеңдерші деді да. Біз мәз болып кеттік, болды, ол кісіге айтып қойдық, ол кісі көніп тұр деп. Сонымен ертесіне келеміз, қасымызда 2 қыз бар еще. Может, бізге көнбей жатса, қыздар сөйлесе, мына кісілер админ деп айтсақ көне ма деп ойлағанбыз ғой енді. Жан жақта дайындалып барып. Сонымен үйіне келсек, ол кісі кәдімгідей кеше туған күнді қатты ойлап қойған ба, бас дейтін сынып жатыр. Далаға әрең шығарып аламыз. В общем, жоқ деп жатады баста ше. Сонымен далаға шығады бір кезде ол кісі өзі. Сөйтеміз, үйге кірсеңдерші дейді. Үйге кіреміз, отырамыз бір кезде. Мен шынымды айтсам, аяғым тартпай тұр деп бастайды бір кезде әңгімесін. Аяқ тартқанда тартпағанда емес, машинамен барамыз, келеміз, 5-ақ минуттық нәрсе түсіріп аламыз, өтініш. Ойланып қалады да, барамыз қайтамыз ғой, я дейді да, бір кезде қазір сыртқа шығады, қайттан келеді да, өздерің бара бересіңдер деп өзгеріп кетеді. Короче, тура солай бір 7-8 рет жасайды ғой, короче. Сөйтіп сыртқа шығамыз, соңғысында болды, қазір киініп алайын, шығып тұра беріңдер, сыртқа шығамыз, күттіріп бір кезде мама шығады да, бармайды ол, бар қайтыңдар дейді ғой. Ұршым дайын тұрған адам бармайды, сонымен ішке қыздар кіріп, әрең дегенде көндіріп, алып шығып, шашым нормально, бүкіл жеріңіз аға осы әдем болып тұрсыз деп апарып, съемканы бастап, сияқта бір офис алғанбыз, офиста банк қылып реттеп, әрең дегенде түсіріп, ол кісі ойнатып, ол кісінің ойнатқан жерлер әдем шықты өзіміздің ойымызбен. Сонымен қысқа жер ғана тұғым ғой, бір ғана сценка, где-то бір 30 секундтық жер ма, 25 секундтық жер. Мен ол кісіге біз бір үлкен бір нәрсе түсіріп атық деп айтқанбыз, ұзақтау деп.
сонымен оны түсіріп аламыз да, ол осақ па дейді ғой. Ой жоқ аға, қазір сіздің бір машинамен келіп, сіз бастықсыз, банкте ақша алып отырсыз, сізді қазір машинамен келіп мындай жүргізуші агенттеріңіз бар, солар келіп алып кетеді дейміз да. Сөйтіп өзіміз съемканы аға күте тұрады, біз съемканы бітіріп аламыз, сөйтіп далаға шығамыз да, өтірік дос балдарға айтып қоямыз ғой, брат, машинамен келіп алып кеткендей болып, брат, камерамен түсіріп жатқандай болшы деп. Сонымен ол кісі келіп тоқтатады да, ана мен сендерге көрсетемін әлі, бір бәле деп, өтірік ана текст жоқ еш жерде, машинаны жауып алып терезені ашып бір нәрсе деп сөйлеп жүріп кетеді. Аға болды, әдемі шықты деп, негізі анау еш жерде жоқ сенікі. Сөйтіп Мұрат ағаны алдағанбыз ол кезде. Сол алдадық, бірақ шықпай қалды, вообще проект шықпай қалды. Сонымен қашан шығады деп сұрап жүрдім негізі. Сонымен кейін айттық, проект осындай дұрыс емес па, шықпай қалды деп. Жоқ, ол бірақ бар ғой ол видео, иә? Ол видеоның несі бар, андай черновой варианты бар. Исходники. Но білмейміз, баста кәдімгі монтажын жасап тастайық деп жүрдік тағына, кейіннен ана жігітте атқамда уақыт болмай кетті, артынан біз оған Түркістанға апарып бердік, бір күні сөйтіп жүргенде звугын жоғалтып алған, полный звук жоқ проекттің. Чисто нелер бар, кадрлар бар. Негізі оны жасауға болады деп айтты, бізге саламыз ба деді, но біз бір қарағанбыз, сөйтсек сол кездері андай боқтық сөз хит болған екен ғой, сол кездері скетчком десе бір боқтау деген еске түсе ма, сол кездегі 2017-дегілер. Сөйтіп бір қарасақ, кішігірім бізде бір боқтап алған екенбіз әжептәуір, иә? Ол да бар, одан бөлек сценарийде де қателіктер болған екен. Сценарийге де боқтықты жазғансыңдар ғой. Сөйтіп сценарийге жаза бересің. Қазір қарасақ, бір андай дұрыс емес. Иә, шынымен кейіннен қарасақ, өте дұрыс емес, шығармағанымыз дұрыс болып той деп қой. Но енді кейін бір 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін біздің ең бірінші проект осындай болатын деп көрсетуге болатын шығар мүмкін. Осылай бастағанбыз деп тұр. Жоқ, қазір де сала беріңдер оны. Сразу ма бетін ашып алайық. Иә, мына осы әңгімеден кейін комментке жазып кеттіңдер, салсын ба, салмасын ба. Сол күйінде, нашар күйінде. Жоқ, ода еще звук жоқ қой еш жерінде. Озвуч етіңдер. Бағандай кәдімгі камераның звугын өзімен. Тоне деп натуре озвуч етпесек, ол былай түсінбейді ау көрген адам. Бірақ өзімізге сол кезде қатты қызық болды ол проект. Оны да қалтамызда көк тиын жоқ қой сол кезде. Бірақ андай ол кезде блогер емеспіз, блогер еш нәрсе емеспіз ол кезде. Просто көйін ойнап жүрік, студентпіз, болды. Квартирада жатып бірдеңе түсірейік деп. Бірақ соның өзінде 300 мың ба 400 мың теңгедей шығып кетті. Ана ақшаны өзіміз қайдан тапқанымызды білмейміз. По идее бізде ақша жоқ. Иә. Мен алып берген. Жоқ, сендер қай уақытта блогер болып кеттіңдер вообще? Карантинға дейін негізі түсіріп жүрдік біз. 2019-да болдым, 2018-де түсіріп бастап жүрдік қой. Ол кезде андай вайн дейтін нәрсеге адамдар андай қарайтын. Квенчиктер, адамдар емес, квенчиктер. Ойбеш, вайн түсіріп жүрсің бе? Деп сөйтіп қарайтын кездер тұғым ғой. Сол кезде біз вайн емес, скетч деп түсіретінбіз, но вайн түсіретінбіз. Но формат енді скетчке жақындау, әйтеуір бір течкі, бір юмор, ішінде сондай бар. Халық қабылдамайды оны бірақ. Өтпеді басында. Халыққа түсіре бердік қой, тоқтамадық бірақ ше. Тупо түсіре бердік. Кейбір блогерлерге сценарий жазып беріп жүрдік. Негізі содан басталды. Біреуге жазып беріп жүрдік та сценарий. Сөйтіп кейін ойландық, неге біреуге жазып беріп жүрдік, өзіміз түсірмейміз лучше соны. Сөйтіп өзіміз түсіріп бастадық. Но баста кәдімгі просмотр, кәдімгі 500 болса, 1000 просмотр болса, бітті, ана вайн ат кетті. Іште қанша 20 комментарийден асып кеткен, брат, кіріп көрсейсің, просмотр 1000 просмотрдан асып кеткен. Сондай болып жүрдік баста кәдімгі. Мынау 1000-нан асып кетті, мынау 1200 болып тұр уже деп. Қатты ат кетті мынау, мынау 2000 болып кетсе, мынау қатты ат кетті деп. Сөйтіп жүрдік. Сөйтіп карантин болып кетті ғой. Біз андай бір аптада бір, 2 аптада бір түсіріп жүрдік та, скетчком деп өзіміз, андай бос уақытымызда, давай бір нәрсе түсірейік те, көп болды деп. Уже не басталғаннан кейін, карантин басталған, қол бос, сабақ жоқ, еш нәрсе жоқ, бәрі тоқтап қалды, чисто вайн түсірдік қой сол кезде. 2 айда 60-ға жоқ вайн түсіргенбіз, күніне бір вайннан. Біз сосын команда болып құрылдық қой. Как будто болып. Карантин енді сәл уже нормально болып, адамдар
келіп қалалар ашылған кезде как будто деген команда болып құрылдық. 8 бала. 8 бала, короче, вайн түсіреміз ғой. Бір айда 185 вайн түсіргенбіз ғой. Бір үйден потолок қоя 180 вайн. И ана каждый вайн просмотры 200 мың үсті да. 185 вайн 200 мыңға өтсең қанша болды? Білмеймін, өте көп. Солай қазір енді данный время қазақша аудиторияда, қазақ тілінде вайн түсіріп жатқан осы біз как будто интертеймент қана. И тағы 1-2 балдар бар шығар, но олардың өзі қазір 1 айда 1, 2 айда 1, либо вообще басқа жанрға өтіп алған. Қазақша контентте вайн түсіріп жатқан біз жалпы қазақ тілінде. Орысшада көп орысшада түсіріп жатқандар әлі күнге дейін тоқтатпай. Көбісі бізде андай қазақша контентте блогерлерде миллионнан подписчигі асса болды уже фотосессияға либо тағы басқа нәрселерге өтіп, сондай бір жеңіл жолмен чисто сторис салып, сондай бір қатты бір қинағысы келмейді өзім үшін. Бізде жалпы әдет болып қалған ғой, 2 күнде бір нәрсе публикация шығармасақ, бір нәрсе бір жерін кем құсап жүреді ғой үшін. Сондай бір нәрсені дұрыс істемей. Біз қазірдің өзіне осы жерге вайн түсіріп келдік. Таңғы 10-да тұрып, медеттіңіне барып вайн түсіріп. Қандай вайн болды ол? Сен оқымайтын қандай? Сен вообще оқымайтын класстарың деген рубрикамыз бар. Мектеп туралы ғой, мектеп тақырыбына ауытқымаймыз да. Сендер мектеп тақырыбына жатып алған екенсіңдер. Сериалдарың, вайндарың. Ол мектеп тақырыбы енді біз өзіміздің негізі ютубтағы аудиториямыз бізбен бірдей өсіп келе жатыр деп айтсақ болады негізі. Өйткені біз мектепте енді 10-20 жыл болған жоқ қой бітіріп кеткенімізге, осы 4-5 жыл, 6 жыл болған шығар ары кетсе. Енді бізбен бірге мектепті де енді бітіріп жатыр аудитория, енді жаймендеп универ туралы, одан кейін үлкен өмір туралы солай сериалдар шығатын болады алдағы уақытта. Дәл қазір жоспарланып жатқан не бар? Нақты 2 сериал тұр, уже жақында түсірілетін. Оның біріншісі бізде директор дейтін сериал. Алдын, мектебе, но взрослый сәл. 18 плюс. 19. Директор тақырыбында, мектептің тақырыбында тоже, бірақ оқушылардың қатысынсыз бөлек. Оқушылар жоқ. Осы бір нәрсе, алдын 3 сериясын түсірдік та, тоже бюджет бойынша и проект бойынша да 1-2 түсініспеушіліктер болып тоқтап қалған болатын. Енді соны ары қарай жалғастырайын деп жатырмыз. Ол бір екінші проект. Комната 209 деген бұйыртса сериал жарық көрейін деп жатыр. Авторы мен және Асқар Оразбаев деп жазма. Ол универдегі общага жайында болайын деп жатыр бұйыртса. 209. Общагадағы комната. Типа американский сияқты аты ғой комната. Не бола ма? Типа сондай неде триллер, сондай жанр қандай болады? Уже сериал ғой кәдімгі. Жанр комедия, драма, трагедия кете береді ғой. Ол тоже өздерің сөзіңдер. Өзіміз түсеміз. Но барлығы емес балдардың. Ол жерде негізгі мақсаты жалпы, енді мен өзім жалпы общагада 3 жыл тұрғам. 3 жыл тұрғаннан кейін ол жерде неше түрлі андай дұрыс емес дүниелерді көресің, дұрыс дүниелерді көресің. Соны артыңнан өсіп келе жатқандарға жеткізсең, дұрыс жүрген жақсы ғой. Негізі Алматыға жалпы Алматыға келген студенттердің көбісі андай біреу мысалы жақсы жолға кетсе, біреу жаман жолға кетеді деген сияқты ғой. Барлық мәселе қозғалынады ол жерде. Ставка дейтін бар, пирамида дейтін бар. Одан кейін қыздардың 2 қабат болып қалатыны кез келген общагада негізі актуал тақырыптар. Одан кейін ақша жинайтын системаның тақырып, система бар. Сол барлық мәселелерді сол жерде талқылап өтетін боламыз ғой. Сценарий бәрі дайын, тек түсіру қалды ма? Тек түсіру ғана қалды. Менде бір сұрақ. Қазіргі таңда блогинг саласына келе жатқан, енді қадам басып жатқан
балаларға, жастарға қандай керек емес. Біз онсыз да өзіміз әрең жүрміз. Шынымен қазір андай көбісі білмеймін енді андай оңай әрі қызық деп осы саланы таңдап осы салаға ұмтылып даже тиктоктан бастап қазір негізі инстаграмға қарағанда негізі тикток оңай екен соны білдім мен ше. Тиктокта кәдімгі өте аз уақытта тез танымал болып кетуге болады, тез оқырман жинауға болады. Инстаграмға қарағанда 2-3 есе тез жұмыс жасайды екен ол жақта. И дәл қазіргі уақытта инстаграмға қарағанда тиктокты пайдаланушылардың саны қайда көп екен, әлдеқайда көп екен. Инстаграм қазір уже жаймен прям өшіп кеткен жоқ, бірақ бір қалыпты келе жатқан платформа. Тикток тек жоғарыға қарай келе жатқан платформа. Қазір инстаграмда таза тек инстаграммен оқырман жинау өте қиын ғой. Өте иә. Тиктоктан былай инстаграмға өтпесең, тиктоктан, ютубтан былай қазір енді бастап келе осыдан даже бастағандарда 4-5 ай болған тиктоктан бастап не алған адамдар инстаграмға резко өтіп, резко 100 мың, 150 мың, 200 мың подписчик жинап алып, резко инстаграмға өтіп блогер болып кетіп жатқандар бар ше. Көбісін танымайсың, білмейсің, бұған дейін не жұмыс жасады, не нәрселер түсірді деген сияқты. Ондай нәрселер жоқ, артында 4-5 қыз мен 4-5 би ғана бар. Тиктоктан инстаграмға келіп жатқан жандар бар. Мен айтып отырсың ба деп андай. Жоқ, не ғой? Иә, негізі блогингке сен не мақсатпен келесің, соған байланысты ғой. Егер сен біреудің өміріне қызығып келетін болсаң, да. Негізі андай нәрсе бар, блогерлік деген нәрсені не только осылай әдемі киініп алып, бір жерде жүріп, бір обязательно вайн немесе бір пранк түсіру деп қабылдау. Любой мамандықта жүріп те блогер болуға болады. Мысалы, инстаграмда ашып қарасаңыздар, андай нелер бар. Доктор бар, мысалы. Доктор, ол чисто контенті өзінің сол доктор тақырыбына арнап алған, қай жер, мысалы, қолдың ауруы, бір нәрсенің жетіспеуі, түсіп қалу, ананың оқырманы активнысы деген енді бешеный. 100 мыңнан аса оқырманы болса да, бірақ ананың просмотрлары, оған түсетін рекламалар дейтін кәм брендтер да только, именно сол денсаулық жағынан, медицина жағынан деген сияқты. Ол кәмгі өзін өте жақсы көреді, және оны контент қып халыққа пайдалы ақпаратпен бөліскен жақсы көреді. Жалпы блогерлік деген пайдалы ақпаратпен бөлісу ғой аудиториямен. И сол сияқты жаңағы пожарныйдай бар, тоже тиктоктан да көрсеңдер болады, каждый мамандық. Біреулер кіріп чисто бизнесті үйретеді, жаңағы сауда жасауды үйретеді, Қытайдан қалай товар әкелуді үйретеді. Мұғалім бар, короче, өзінің сабақтарын айтады, ана мынаны айтады деген сияқты. Каждый мамандық. Барадан болды, рахмет. Кез келген мамандықта блогерлікті баста кетуге болады деген ғой. Только вайн пранк. Болды десе. Бүкіл саланы айтып келеді. Дәл осындай бір сағаттан кейін сантехникта болуға болады. Спортшылар да бар ғой мысалы. Олар ешқандай не түсірмейді да. Чисто контенті спорт, сол тренажер. Кімде бар ғой мысалы? Криштиану Роналдо бар ғой. Ол да футболмен айналысып жүр ғой. Бірақ оның айналасында камералар көп та, ол да контент. Ол да үлкен, шынымен ақ, мысалы Криштиану Роналдо вайн түсірсе, мысалы ешкімге қызық емес деп ойлаймын. Или қызық па екен, Походу қызық сияқты. Ол по-любому жоқ, уже 50 миллион просмотр жинайды. Ол с нуля кәдімгі өзінің контентін қалыптастырып алған адамда футбол арқылы, спорт арқылы деген сияқты ғой. Ал біздер мысалы с нуля демей-ақ қояйық, енді о баста КВНнен бастап бүйтіп жүріп келіп осындай юмормен, вайнмен келген блогерлікке сол салаға жатамыз біз. Тамақпен не қылатындар бар, айтпақшы. Фуд блогерлер дейтін бар ғой, кәдімгі өзінің күнделікті бір тамағын жасайды, соны салады, рецептін айтады, и кәдімгі ана кісінің дейтін женский аудитория бешеный, ана кісіде активность дейтін, кәдімгі астында комментарий дейтін. Одан бөлек? Стройкадағы блогерлер бар. Жоқ, бар. Вахтада ән айтатындар бар.
бар ондайлар да бар. сонымен қайсысын таңдайтын болдың сен? Ауыл вайнер дегенді білетін шығарсыздар. Кәдімгідей контенті тиктокта көрсеңіздер, қой өзінің ауылын, өзінің үйін, ол артық вайн түсірмейді, ол артық ешнәрсе түсірмейді. Тиктокта бір тренд түсіретін шығар, максимум. В основном жаңағы өзінің қой бағып жүргенін, ауыл шаруашылығын, сол нәрселерді түсіру арқылы контенті сондай, но аудиториясы бар, кәдімгі просмотры бар, комментарий халық жақсы көреді. Негізі Қазақстанда жоқ нәрсені бірінші болып алып келсең, ол по-любому күшті болады негізі. Қазір енді вайн пранк ол 100% уже өтпейді. Бір жоқ нәрсені алып келсең, шынымен қызық болады. Мысалы айтып отыр ғой, ауыл вайнері, докторы деген сияқты. Ондайлар Қазақстанда ол саламен деген бар. Ол саламен айналысатындар көп емес та, санаулы болғаннан кейін адамдар қызығады да, мысалы вайнер дейтін көп қой. Көптің бірі деген. Қиынырақ шынымен қазір именно вайн мен пранк саласында. Өйткені басқаша түсірейін десе, идея жоқ та, енді біреуге қарап бастайын десе, одно и то же барлығында бір нәрсені қайталап жатқан сияқты болып көрінеді. Сол себепті басқа немен, саламен, басқа образбен кіріп кетсе. Вайнер болмаңдар деп айтқым келіп тұр ғой, иә? Жоқ, маған бәрібір. Биыл бірінші орынды Рудный или басқа команда алатын болса, келесі сезон қайтадан келесіз бе? Жоқ. Білмеймін, бұйыртса келуіміз де мүмкін. Ол ойынға, ойыннан кейінгі эмоцияға байланысты ғой. Дәл қазір айтып алып, келесі жыл сезонда жүрсең ұят болады да. Шынымен келуіміз мүмкін екен. Жоқ, Жайдарманды бұл шынымен жақсы көргеннен кейін деп ойлаймын, әйтпесе Қытаға жоқ, ол енді точно жоқ. Кейін 1-2 айдан көріп отырсақ та жоқ. Ол жоқ, шынымен. Жоқ, енді Қытайда жағдай жасайды дейді ғой. Жоқ дегендердің біразын көрдік қой жүргенде. Ондайды біз де көрдік, жоқ деп алып кетіп қойғандарды. Бірақ Жайдарманмен бастадық па? Жайдарманмен бітірсек. Біз жалпы өзімізге Қытай қарағанда былай қалай? Негізі Қытай қарайсың ба сен өзің? Мен Қытай көп қарамаймын, бірақ енді Жайдарманнан командалар барып жатқаннан кейін, осы команда чемпион болды, Қорқыт чемпион болды деген жылы Қорқытты, биыл Қорқыт ойнап жатыр екен ғой дегенді естиміз, чемпион болыпты. Байдың балдар ойнап жатыр екен ғой, биыл Байдың балдар чемпион болыпты деген сияқты. Сондай нәрселерді болмаса, ал былай ойынды үзбей көру деген нәрсе болмапты. Жайдарманда бұйыртса чемпион болсақ, сосын әрмен қарай өзіміздің жұмысымызбен айналысамыз ғой. Жұмыстарың қандай сендердің? Сол фудблогер деп. Негізі мамандық бойынша қандай мамандықтарға оқыдыңыздар университетте? Осы сұрақты деп қойсың. Мен Алматы технологиялық университетінде ХТОВ деген мамандықта оқыдым. Химическая технология органических веществ деген. Қазақшасы? Білмеймін да. Мен былай болды. Бірінші курста мен экология деген мамандықта оқыдым да. Сөйтсем мен қазір ойланып қарасам тупой екенмін менше. И мен экологияда оқып жүрген кезде, оказывается, андай мамандықтарда студенттер аз болса, ол мамандықты келесі жыл алып тастай ма сондай екен да. И маған бір апай келіп бүйтті, короче, Манас, сен ХТОВқа ауыссай дейді, короче, сен как раз КВН ойнап жүрсің ғой, сен барлық жағынан оңай болады, ағайлар бар, мен өзім сөйлесіп беремін деді да. О, күшті екен ғой. Қай универ сөйлесіп беремін деп жатқан? Күшті екен ғой деп, сөйтіп эколог болып жүрген жерімнен сол химик болып кетемін ғой. Сөйтсем ешкім көмектескен жоқ ол жақта. Летадан қалып, сөйтсем оларға студенттерді ана группаға толтырып, келесі жылда қайттан сондай мамандықты алып қалу керек екен да. Әйтпесе ана жер неше мұғалім менің арқамда жұмыссыз қалатын еді. Маған рахмет айтыңдар. Медицина қандай мамандық? Менде жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультеті. Фудблогер екенсің ғой. Жасал, дизайн, жеңіл өнеркәсіп. Мен ең бірінші вообще ОБТ тапсырдым. Тігінші деші бірақ. Иә, сол мамандықты бітірген кезде, мамандық емес, ОБТ тапсырып болғаннан кейін атуда, короче, маған андай қорқытты, сен балыңмен
грантқа түсе алмай қалуым мүмкін. Сол үшін біріншіге ату жазам, екіге Шымкентте бір университет жаздым, үшке қайтадан ату жаздым, төртке қайтадан Шымкентте бір университет жаздым. Жазғызды, то есть солай. Түссең түсіп кеттің осы екеуіне, ЖБ деді да, әйтеуір ЖБ болмаса әйтеуір осыған жобалайсың сен былтырғы жылмен алдыңғы жылмен салыстырмалы түрде деп. Сонымен сөйтсем мен түскен балмен Казгоге түсе алады екенмін, политехке түсе алады екенмін, басқа да универлерге түсе алады екенмін, но мен атуға кәдімгідей ең үздіктердің бірі болып түстім ғой. Кәдімгі ана мені қабылдап жатқан кезде сіз жынсыз ба, андай бағамен андай балмен не істеп жүрсіз атуда деп. Сонымен оқып бітіріп атуда жайдарман ойнап мамандық не еді ғой негізі тақырыбы. Бірақ қызық қой ату, айтсай. Ату өте қызық. Жайдарман үшін келгем негізі атуға. Жайдарман үшін келдім, жайдарманды ойнадым, әлі ойнап жүрмін. Мен де ОБТ-дан мен ұятсыз бал алдым негізі, 69 деген. 69 деген бал алып қалдым. Сөйтіп грант жоқ үшін менде. Біздің жылда андай 140 дейтінге ауысып кетті ғой, 125-тен 140-қа ауысып кетті. Ең біріншісі біз болдық қой. Сөйтіп 69 бал алдым да, сөйтіп мен не істеймін дедім үйдегілерге. Не істейсің деді маған да. Короче, былай жасадым, үйдегілерді қорқыттым, армияға кетем дедім, короче. Сөйтіп үйдегілер қой құрсын, оқытайық мына баланы деп 4 жыл ақшам төлеп атуға тоже негізі КВН үшін түстім. Мамандықты эколог мысалы. Мен мысалы бала кезімде менден сұрайды ғой, кім боласың өскенде? Эколог деген вообще мен ойлаймын, бір миллион адамда ондай вариант болмаған шығар деп ше. Сөйтіп экология мамандығына тапсырдым, КВН ойнау үшін, КВН үшін. Өйткені мен ізденсең, ютубтан да ізденсең, тек атудың мешфагы шығады, короче. И Алматыдағы ең үздік мешфак атуда деп еститімін да. И содан кейін атуға тапсырып көрейін деп атуға тапсырып. Біз бітірем дегенше сондай болып жүрді. Атуда мешфак деген қатты біз бөлініп алып ойнайтынбыз. Манастар бөлек бір команда, біз бөлек команда. Блогерлер бір команда. Иә, бізден бөлек тағы мықты командалар бар еді. Қызық еді сол кездер. Но қалай біз бітіріп кеттік, карантин болды, анау болды, мынау болды, КВН тоқтап қалды. Жалпы Алматыда тоқтап қалды ғой КВН. Қазақстанда деп алайықшы. СНГ-ні айтатын болсақ. Шетелде КВН жоқ вообще. Карантин кезінде шынымен ақ жоғары лиганың өзі қиын болды. 5 жюриге ойнап дейтін нәрсе. Маскамен еще. Кәдімгі сахнаға маскамен шық деген не болды? Мә біз эмоцияны қалай жеткізесің? Кім сөйлеп жатыр оны? Мен ойлаптым оны, командалар өздері андай прикол ұстап жүріп, подкол шығар деп. Иә, болады ғой андай қазір хит болып отыр. Иә, конгресс холлда болған кезде ғой, қатал болып кетті да, маскамен шығасыңдар сахнаға дегенде. Жоқ, может ойнап жатқан кезде киіммен тұрамыз, ойнап болсақ киіп жүрейік сахнаның артына. Дек жоқ, сахнаға сөйлейтін адам ғана шешіп сөйлесін деді ғой. КВНнің мәні қашқан уақыт массовкілер кәм шешпей тұрсын деді ғой, мына жерге жауап ше. Қатты демалмасын деді, андай бүйтіп маска бүйтіп үрліп бүйтіп неғып тартылып үрліп тартылып тұрмасын деді. Мә сол жағы қатты қиын болды. Ең қиын әрі бүйтіп білмеймін, жайдарманның бір қызық емес кезі болды ма, ауыр кезі болды ғой сол кез. Қызық емес кезі болмаған енді. Бірақ енді ең бір ауыр кезі болды. Жайдарманшылар үшін қиын кез болды. Негізі андай еді ғой, мысалы залда көрермендер отырса, көрерменнің реакциясымен шешіп кетеді кейбір командалар ше. Ана жақта ондай емес те, тек айналып кеп сол әділқазылықлардың тек өздерінің ойымен ғана шешілді. Сол жақтар қиын болды. Енді біз классический команда болдық та өзіміз, Мейдин ату деген. Жалпы қиын болды негізі. Енді ол кезде еще алғаш рет жоғарғы лигадамыз ба? Ол кезде премьерка кезі ма? Жоғары лига бірінші жыл. Бірінші жыл. Жоғары лига бірінші келген жыл екен. Все онда жігіттер. Жақсы десең. Біраз қиналыпсыңдар. Бостандыққа шығарайық дедім. Қиналғанның патологы сол байын бастамай тұрып болған ғой. Біз не істейміз, неден шығып кетеміз квартирадан, балдар болып бәріміз сөйтеміз да, шығып кетеміз болғанда, итак квартирасы жүргенбіз, мен шығып кетемін, мапоқ келеді, машинасы бар астында Мерс,
мені квартирадан шығарып алады, бөлек шығайық та екеуміз деп, давай деп мапоктың машинасында жүремін да. Машинада қонып жүрдің. Иә, машинада қонып жүреміз да, сонымен бір күні Асқарды шығарып аламыз квартирасынан. Ол Истікте тұрады, бірақ енді арасында үйіне барып келе алады. Біз Түркістанда тұрамыз, мына жаққа Түркістанға барып келмейміз үйге қону үшін. Сонымен машинада қонып жүреміз, бір күн, екі күн, бір күн квартира таппай бастаймыз. Квартиралар қатты қымбаттап кетеді. Қыста. Иә, уже октябрьдің кезі ғой. Уже студенттер орналасып алған, әлі де келіп жатқандары бар деген сияқты. Сонымен октябрьдің аяғы, ноябрь кез, кәм дала суық, 2 жарым ай машинада қонғанбыз. Күніге вайн түсіріп жүрген кезіміз, енді бастап жүрген кезіміз дедік қой, жаңа сценарий жазып өткіземіз, өзіміз де енді түсіріп бастап жүрген кезіміз. Сол кезде 2 жарым ай далада машинада қонамыз, күніге бір ресторанның, бір кафешканың парковкасына барып қонамыз. Қай жерге таңертең вайн түсіргіміз келеді, сол жердің парковкасына барамыз. Атакент, иә, ең көп қонған жеріміз. Дейтін бар ғой. Сол жер ең көп, соның парковкасы, анау Момышұлының бойындағы Магнум бар ғой, үлкен Магнум. Сол жақтың парковкасы болды. Үшім андай бар еді ғой, Атакенттің парковкасында бір андай айналып тұратын зат бар ғой, ыстық жел беріп ше. Иә. Машинаның соның жанына бүйтіп қойып қояды, что жылы орып вентиляциялар болатын еді ғой, бір гостиницаның ненің. Андай моменттер болатын, бір ақша болған кездерде бір жақтан реклама түсіп қалады. Реклама болғанда сценарийдің ақшасы түседі. Өзі реклама дейтін тема жоқ. Либо біреуден қарыз қаламыз, в общем, сөйтіп бір 10 мың, 15 мың теңге болса, обязательно 5 мың теңге машинаға бензинға кетеді, өйткені түнде қосып жатамыз пешкадан жылынып алу үшін. Сол жылынғанмен ұйықтап қалу керек, в общем. Әйтпесе қатып қаласың оянсаң. Сосын қалған 10 мың теңгені бір күн кәдімгі белімізді созып ұйықтап дұрыстап душқа түсіп алайықшы деп суточный квартира алатынбыз. Ақша болса суточный квартира аламыз бір күнге. До того танып алған бір күні, звондаймыз, медет бүгін бос емес дейді. Все жақсы тәте. До того сондай қылып араласып алдық қой, сондай кездер болды. Өте далада қонып, сөйтіп балдар болып жиналып барып бір квартираға шығып адам болып кеттік қой, әйтпесе. Бұл мен не айтқысы келіп тұр, далада қоныңыздар деп. Жоқ, сондай кездер болды деп жатқаным. Жаңа көп қиындық көріпсіңдер деген. Иә, дұрыс. Қиындықтың басы сол болған негізі ең басы. Ол өткендегі ондай қиыншылықтарды сол кезде прикинь, біз айтатынбыз ше, кәдімгідей кейін көтеріліп кетіп жатсақ, нар нәрсені айтып бергенге материал болады. Кәдімгідей бір-бірімізге күліп кәдімгі айтып жүретінбіз ғой. И соңғы бір 3-4 жерде осы нәрсені айттым. Айтып қойдың ғой уже. Үйде деген сияқты. Ауызашарда. Ондай неде емес. Сосын біз осыдан блогер болмай тұрып, Қызық лайф деген проект бар ғой. Біз балдар болып айтатынбыз, осыған бір күн барамыз деп ше. Бірақ дым жоқ ол кезде ше. Уже сыныптас түсіріп бастаған кезде уже басталды ғой, шақыратын шығар уже деді, шақыратын шығар деп. Жоқ, сыныптас бірінші сезон біткеннен кейін мүмкін шақырар, миллион шақырған кезде не алдық қой. Миллион шақырса шақыру керек онда деген басталды ғой. Шақырып қалатын шығар, шақырса екен деп жүріп, Астанада жүрген кезде финалда, жоғары лиганың финалы, как раз миллион чемпион болатын кезде келіп, Еркебұлан ағамыз сендерді осындай қонаққа шақырайын деп өзіміздің неге деп сыныптастар болып бәрің боссыңдар ма? Иә, боспыз. Ешкімнен еш нәрсе сұрамай босық қойғансың ба? Сонымен шақырып мәз болып барып, кәдімгідей арман ғой ана жерге бір нәрсе, бір ерекше бір нәрсе жасап таңғалдырған адам болма, ерекше адам болмасаң ар жаққа шақыра бермейді. Менің сыныптасым математика бөлу қосу алу. Сабақтан шықтық просто. Менің сыныптасым сен үшін істеймін. Бөлек команда болып барып, сондай бір былтырғы жылдың үлкен жетістіктерінің бірі сол болған, сыныптастан бөлек. Иә, бізде уақыт болып қалған екен. Жігіттер, әңгімелеріңе көп рахмет. Бір анекдот бар деп. Айтсын давай. Ойнап айтады. Ойнап айтасың ба? Негізі анекдот біле ма? Негізі анекдот қатты айтады мен енді. Айқайлап айтамын ғой соны. Дұрыс, негізі осылай әркім өз саласында мына еліміздің тұтастығы үшін, қоғамның алға жылжуы үшін жасап жатқан ісіміз оң нәтижесін бере берсін дейміз енді. Сондықтан тоқтамай алға қарай жылжып,
дұрыс дүниелермен айналыса берейік. Бұл админ анон, қонақта Манас пен Медет. Каналға жазылып қойыңдар. Келесі аптада кездескенше. Көп рахмет. Бітті ме? Иә.